Семей орманындағы алапат өртке байланысты бүгін елімізде жалпы ұлттық аза тұту күні жарияланды. Мемлекет басшысының жарлығымен Абай облысындағы төтенше жағдай кезінде өмірін құрбан еткен 14 орманшы құрмет орденімен марапатталды. Семейде өрт кезінде қаза тапқандардың саны 14 адамға жетті. Төтенше жағдайлар департаменті тыныс алу органдарының ауру бар адамдарға және қарт адамдарға үйден шықпауға кеңес берді. Айта кетейік, бұған дейін Семей орманында өрттің аумағы 60 мың гектардан асып кеткенін, жалын 3 бағытта тарап жатқанын айтқан болатынбыз. Абай облысында 1 мыңнан аса адам 7 учаскеде өрт сөндіріп жатқаны да хабарланған. Абай облысының халқы өрт маңындағы ауылдарға гуманитарлық көмектер жөнелтіліп жатыр. Қызмет бабында қаза тапқан орман шаруашылығының ержүрек қызметкерлерінің отбасылары мен туған туыстарына қайғыра көңіл айтамыз. Қайғыларыңызға ортақпыз. Еліміз табиғи апаттан аман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.